Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен кез келген үйде бар заттармен жасалатын осындай жұмсақ батон нандарын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Қамырыңызды тек сүтпен не болмаса тек сумен дайындасаңыздар да болады. Мен екеуін араластырдым. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүт, жылы су, ашытқы және қант салып жақсылап араластырамыз. Кейіннен тұз саламыз және менде сүттің қаймағы мен жұмыртқаның сарысы қалып кеткен болатын. Соны да қосып жібердім. Оның орнына сіздер өз қалауларыңызша сұйық май не болмаса майонез қоссаңыздар да болады. Және сары майды салуды ұмытпаңыздар. Не болмаса сұйық май салсаңыздар да болады. Енді оның бәрін бірден салып жібермей, біртіндеп сала отыра жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды қорықпай, жақсылап иі қанғанша әбден илеген дұрыс. Және бетін жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа қоямыз. Сол уақытта қамырымыз 2 есе көтеріледі. Және үстеліміздің үстіне ұн сеуіп, қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Ендігі кезекте қамырымызды өте жұқа қылмай, шамамен 2-3 сантиметрдей етіп, сопақша етіп жайып аламыз. Және оны рулет секілді орап, шет-шетін осылай қолымызбен қысып жабыстырып шығамыз. Дайын болған нанымызды противеньге қойып қоямыз. Пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз және екінші нанды да дәл солай ысамыз. Мінекей бізде 2 батон нан шықты. Дайын болған нанымызды противеньге орналастырып, бетін 5-10 минутқа болса да жауып қоя тұрамыз. Мен нанның жанына аздаған самса жасағандықтан самсамды орналастырып шықтым. Осы уақытта батон нанның үстін өткір пышақпен қиғашынан кесіп шығамыз. Содан соң нанымыздың үстін жұмыртқаның сарысымен жағып шығамыз. Бұлай жасау міндетті емес, егер жұмыртқа болмаса, сүт жақсаңыздар да болады. Не болмаса, дәл осы күйінде қалдырсаңыздар да болады. Нанымыз 180 градуста 25-30 минут аралығында піседі. Біздің батон нандарымыз дайын. Жалпы мен үйде жиі қолды нанын жасаймын. Сіздерге де жасауға кеңес етемін. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле кетіңіздер және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Сіздермен бірге болған Мөлдір.